Сәлем достар! Кукабика каналына қош келдіңіздер. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Мен бірге мен Қуанышкүл. Бүгін мен сіздермен бірге пиццериядағыдай өте дәмді шығатын пицца жасайтын боламын. Онда кеттік, пицца жасалуына кірісейік. Пиццаға керекті заттарымыз мінекей қамыр. Бұл қамырдың құрамына 175 грамм ұн, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, және де 1 шай қасық дрожжи, 1 ас қасық сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап илеп алып, 30 минутқа тындырып қойып қоямыз. Достар, мінекей менің қамырым осындай болып көтерілді. Әзірге бұлай қойып қоя тұрайық. Біздің пиццамызға керекті заттарымыз мінекей 200 грамм сыр, 2 штук помидор, бетіне жағуға бізге керекті кетчупымыз. Сырды жақсылап теркіден өткізіп аламыз. Енді помидорларымызды дөңгелекшелеп турап аламыз. Помидорларымызды турап алдық. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамыры күшті болып ашыпты. Жұмсақ. Жақсылап жайып алайық. Одан кейін табамызға мінекей май жағып алдық. Енді осының үстіне қамырды саламыз. Кетчупымызды жағамыз. Одан соң үстіне помидорымызды саламыз. Үстіне сырымызды себеміз. Қызып тұрған пешке толықтай піскенше салып аламыз. Достар, мінекей мен пиццам дайын болды. Маргарита пиццасы.
Қазір сіздердің көздеріңізді кесіп көрсетемін. Мінекей қараңыздар. Қазір дәмін көреміз. Достар, күшті. Даже кафеге барғандағы пиццадан да дәмі өте керемет шығады. Достар, міндетті түрде осы рецептімен үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді, қамыры әрі жұмсақ болып шығады. Қазір бұл пиццамен біз рахаттанып отырып шай ішеміз. Достар, сау болыңыздар.